Ауду биллахи минашшайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаға мадат болсын, пайғамбарымызға салават болсын. Қасиетті Рамазан айында барлық момын мұсылмандардың тұтқан оразалары қабыл болсын. Осы айдың бір түні бар, ол Қадір түні. Бұл түнде жаратушы Алла 1000 айдан артық деген аят түсірген. Ауду биллахи минашшайтанир-ражим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Әлбетте біз Құранды Қадір түнінде түсіре бастадық. Ва ма адрака ма лейлатул қадр. Лейлатул қадр түні не екенін білесің ба? Лейлатул қадри хайрун мин алфи шахр. Бұл Қадір түні 1000 айдан да қайырлы дейді. Таназзалул малаикату вар руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Осы түні Жебрейіл періштеден бастап барлық періштелер Алланың әміріменен жер бетіне түседі. Сәламун хия хатта матла'ил фажр. Таң атқанға дейін Алланың амандығы мен тыныштығы болады деп садақаллаху алазим. Осы Қадір сүресін жаратушы Алла бізге түсірді. Осы Қадір түнінде кім иман мен ықыласпен түні бойы жаратушы Аллаға жалынып, жалбарынып, құлшылық ғибадатын өткізетін болса, барлық күнәлары кешіріледі дейді пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Ман қама лейлатул қадр иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи. Кім осы Қадір түнінде иман мен ықыласпен тұрса, құлшылық ғибадатпен өткізсе, оның өткен күнәларының барлығы кешіріледі дейді пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Сол үшін осы Қадір түнінде тек қана құлшылық ғибадатпен Алла тағалаға жалынып, жалбарынып өткізуді барша момын мұсылманға нәсіп етсін. Қадір түні барша момын мұсылмандарға құтты болсын. Осы түнде жер бетіндегі, жер жүзіндегі барлық момын мұсылмандардың түнімен дайындалып қазір сауабын Алладан үміт етіп, ниет етіп жатқан әрбір момынның ниетін, дұғасын, құлшылық ғибадатын қабыл етсін. Ассаламу алейкум.